Қарлығаш. Қарлығаш атты бір ертегі былай басталады. Ана адыра қалғыр үш қиян, атыдан қалған жер екен. Атаңыз кім деп сұраса, ер ноғайлы дер екен. Етек жеңі кең екен, Маңғыстаудың ой екен, Ашшығар судың бой екен. Ашшығар судың бойында 8 арыс ел екен. 8 арыс болса да 80 жұртпен тең екен. Әлқисса сол елдің бір баласы қозы қайырып жүреді. Айладыр деген елдің қарақшылары барымтадан жолы болмай шаршап, жүнжіп келе жатып, қой соңында жүрген әлгі баланы көретті. Жонынан бұзау түспен бір тартып талдырып түсіріп, ат артына бөктеріп алып кетеді. Барған соң, құл баулыда сұрау жоқ, күлтемірде бұрау жоқ деп мал бақтырады. Отын жарғызып, от жақтыртады. Жазған баланың істемеген ісі қалмайды. Бір күні бала қамығып жылап отырса, қасына бір топ қарға қонады. Бала мұңын шағады. Қарғалар ау қарғалар, қар үстімен жорғалар, біз сорлыны тыңдашы, санатта жоқ санда бар. Тұмарымды ал сана досым, Маңғыстауға бар сана досым. Қасқа да болған әкеме, тұмарымды беріп қуантып, сүйіншіңе ал сана досым. Қарға қайырымсыз қайрылмайды. Сауысқан келіп қонады. Уа сауысқан, сауысқан, өлексе жеп тауысқан, тұмарымды ал сана, біздің елге бар сана. Сауысқан да жөніне кетеді. Тырналар келеді. Ұзын мойын тырналар, қайырымды мырзалар деп жалынған балаға бұрылмай, тұрау, тұрау деп, олар да ұшып кетеді. Іргедегі көлге қос аққу кеп қонады. Көлден ұшқан қуларым, құс төресі туларым, әкеме ұшып жетерге, әттен құс боп тумадым, анама ұшып жетерге, аққу болып тумадым деп зарлаған баланың даусын естісімен аққулар айтады. Таң сарғайып атқанда, күн қызарып батқанда, құбыланып айқарсың. Ол дөзіңдей қу жетім, қарлығаш келіп қонады, қарлығаш келіп қонғанда, арызыңды айтарсың. Ертесіне қарлығаш келеді. Әй қарлығаш, қарлығаш, жүрек мұңды қарынаш, жарбай түйе жатаған, жауміт әскер қатаған. Жауда жалғыз қалдым ғой, алтау туып атадан. Әй қарлығаш, қарлығаш, жүрек мұңды қарын аш, қарлығаш сенің дауысың, шер мұңымды қозғады, бірге туған қарындас. Тұмарымды ал сана жаным, Маңғыстауға бар сана жаным. Қасқада болған ата мен анам, қабарымды айт жар сала жаным дейді. Бала тұмарын қарлығаштың қанатына қыстырып қоя береді. Қарлығаш ұшты аспанмен, баланың айтқан жоспармен, айдын шалқар көлдермен, адам баспас шөлдермен, қос қанатын қамшылап, қаршыға қырғи шүйілсе, таулы жерді жамшылап, жапалақ үкі ұмтылса, жазық жермен зулады, маңдайдан тері тамшылап. Бұлдыр да бұлдыр, бұлдыр тау, бұлдырап қалған құрғыр тау, үстір-түсті кең жазық, тоқтамады бел жазып. Оғландының ақбор тау, атаның еді қонысы, одан бері келейін, шопан ата өрісі, қайырымды қарлығаш, қарлығаш емес қарындас, қарындастың дауысы, қараңғыда белгілі, қарайған қар орманым садаға, қайран қарындастың ерлігі. Әлқисса қарлығаш баланың ата-анасына алдырмай, жұлдырмай аман есен сау саламат тұмарды алып келеді. Баласының тұмарын таныған шал мен кемпір, ал ағайын, бәрің сарт боп кетпесеңдер, қозғалыңдар дейді. Мұны естіп 8 арыс елден 80 жігіт атқа қонып, қарлығаштың ізімен жүріп отырып, баланы құтқарып алады. Тұтқында болған 6 ай үшін Айладырдың 6-ауын атып өлтіріп, алтынарға 60 кілем артып, ауылына келіп, мақсат мұратына жетіпті.